Мен Орақбаева Ғалия Теміртайқызы, жоғары агротехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Қазақ тіл сабағында белсенді оқыту технологиясы мен ақпараттық коммуникациялық технологияны қолданамын. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға жағымды ақыл туғызу үшін кубик әдісі арқылы бастаймыз. Мына кубикте әртүрлі суреттер берілген. Осы суреттер арқылы жұмыс жасаймыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жақсы. Балалар, экранға назар аударыңыздар. Келесі тапсырма асыл сөздің жалғасын табу. Абай атамыздың өлеңдерін жалғастырып, мұқият оқып, мына өлеңді сәйкестендіріңіздер. Үш ақнасы адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Өте жақсы. Студенттер, қазір бейнебаянды қарап, естеріңізге сақтаңыздар. Құлаққапты киіп, бір-бірлеріне кедергі келтірмеңіздер. Ал балалар, жаңа ғана біз бейнебаянды көріп тамашаладық. Енді осы бейнебаянға байланысты күрделі сөздерді кім айтады? Милан. Өте жақсы. Руслан. Тікұшақ, вертолет, helikopter. Жақсы. Құрметті студенттер, жаңа сіздер бейнебаянды көріп тамашаладыңыздар. Енді сол бойынша тапсырманы орындаймыз. Яғни кеспе карточкамен жұмыс. Мұнда сөз тіркесі берілген. Осы сөз тіркесін қастырып, сөйлем құрайсыздар. Яғни жасырын бояуды өшіріп, сөйлемнің дұрыс бұрыстығын анықтайсыздар. Инелік, денелік, тікұшақ жасады. Инеліктің үлгісі бойынша тікұшақ жасалды. Жақсы. Енді жаңа бояуды өшіріп, дұрыстығын тексеріп қойып. Инелікке қаратып тікұшақ жасалды. Өте жақсы. Құрметті студенттер, тақтаға мұқият қараңыздар. Сіздерге фразеологиялық сөз тіркесі берілген. Оларды бір сөзбен жазып шығыңыздар. Ал бетінен от шықты, бұл ұялу. Аузына қол. Сабақты қорытындылау үшін белсендіге қазір стикер таратады. Сабақтан алған әсерлерді ағашқа тапсырасыздар. Сабақ маған